Үйтілген қой мынау. Қойдың сүбесінен қалта жасаймыз. Парда пісіреміз. Мінекей әдемілеп тұрып қалтамызды тігіп алдық. Енді мантабарқыға салып, буда пісіреміз мінекей. Қалай керемет болған. Ой, керемет болып пісіпті. Мына құйқасын қарасайшы қандай. Іші толған май мінекей. Құйқа жемейтін адам да құйқа жеп кететін адам. Біз бүгін мынау қойдың сүбесінен қалта жасаймыз. Мынау өткенде сойған қойдың мына бір сүбесі қалыпты мінекей. Осының мынау несін құйқасын алып, қазір мына нелерін қабырғаларын бәрін алып тастаймыз. Сосын етін бәрін турап, қалта жасаймыз. Мына жерін түгел тігеміз. Сосын оның ішіне ет саламыз, картоп саламыз, пияз саламыз, сарымсақ салып, бәрін приправаларын салып, конверт жасап, буда пісіреміз. Мынау қойдың сүбесі үйтілген қой мынау. Өткенде қой сойдық қой. Соның үйтілген қойының осы бір сүбесі қалыпты. Осы сүбеден біз қазір қалта жасаймыз. Бұлай әдемі қылып тұрып жасап, мына жерін түгел тігеміз. Бұлай мынандай болады ғой, бұлай болады мінекей. Мына іші толған май мінекей. Осының бәрін буға пісірсең, керемет тамаша болады. Қазір мына қабырғаларын бәрін алып тастаймыз, етін тураймыз. Сосын ішіне салып, картопын қосып, осы құйқаның ішіне конверт қыламыз. Мына құйқаның несін, сүбені мына тігеміз былай қылып тұрып. Сосын конверт жасап, осының ішіне мына етімізді, картопымызды бәрін салып, буда пісіреміз. Мына құйқа піскен кезде мына майдың бәрі еті түгел май мінекей. Сүбе ғой енді, сүбенің несі майы. Міне керемет тамаша болып піседі. Міне құйқасы. Мінекей. Құйқа сол етпенен, неменен бәрі әдемі болып піседі. Мына жұмсақ болады түгел. Ал мінекей мынаның бәрін, қазір Света мынаның нелерін, сүйектерін бәрін алады, қабырғаларын бәрін. Мен көкөністерді, картопты бәрін тураймын. Бәрін қабырғаларын түгел бәрін алып тастадық. Қазір жуамыз, не қабырғасын бәрін жуып, сосын аузын тігіп, сосын ішіне мынау көкөністерімізді маринаттаймыз мынаны қазір жуғаннан кейін. Сосын көкөністердің бәрін ішіне саламыз. Сонда қалта болып шығады. Міне бұлай істеді. Мына жердегі нелердің бәрін алып тастадық міне. Қабырғаларын бәрін алып тастадық түгел. Міне құйқасыменен қазір қалтағып тігеміз осыны. Ішіне етінің бәрін ішіне жібереміз, көкөністер саламыз ішіне, маринаттаймыз, сосын өте дәмді болады әдемі. Қазір міне маринатқа пияз тураймыз. Пияздың қазір Света турайды. Мен сарымсағын тураймын. Майын құямыз, пиязды қуырамыз, шатып алдық, турап. Сарымсақ саламыз. Бірге қуырамыз, бәрін. Горчица саламыз, қуырамыз. Енді томат саламыз, бір қасықтай. Жуасы айда салды, тұз. Міне томатын салып, енді бәрін әдемілеп қуырамыз. Тұз саламыз. Енді көкөністерін тураймыз. Үлкен бе құдайым? Үлкен. Әже өте үлкен ма? Ішіне сиятын. Вот так. Пиязын тураймыз. Сарымсағын тураймыз. Енді сәбізін тураймыз. Туршық шамам. Енді картопын тураймыз. Картошкасын. Вот так пойдет. Осындай қылса. Араластырып ішіне саламыз бәрінде. Енді тұзын саламыз. Қара бұрыш саламыз. Мінекей бәрін етіп болдық. Енді қазір тігіп аламыз, сосын маринаттаймыз. Мына еттерін кесіп аламыз. Қалың жерлерін алып тастаймыз.
болды. Міне маринатын ішіне кішкене жағып аламыз. Міне салып болдық маринатын ішіне. Енді әдемілеп тігеміз. Қисық келе берсін. Міне ішінің етін кішкене алдық. Енді соның бәрін ішіне турап саламыз. Светананы тіге береді, мен мынаның етін кішкене турай берейін. Ішіне саламыз еттің бәрін. Картофелмен, несімен бәрін. Ал мінекей етіміз турап алдық. Енді маринад қосамыз. Маринадпен жақсы болады. Жаңа маринадымызды күшті қылып тұрып істеп алдық. Тұзы бәрі әдемі. Мінекей маринадтың бәрін қостық. Етімізді бәрін турап, әдемілеп алдық. Енді қазір мына қалтаның ішіне саламыз бәрін. Маринадтың ішінде маринад бар. Қазір мына бүкіл нелердің приправалардың бәрін, көкөністі, етті бәрін осының ішіне салып, аузын тігіп, парда пісіреміз. Енді ет саламыз. Енді ет саламыз. Мінекей бәрін салып алдық. Енді аузын тігеміз. Етін, несін бәрін, картофын бәрін салдық. Өте тығыздамаймыз, жарылып кетер. Шамалық мінекей. Дорба тігіп алдық, дорба болды. Өтіп кетіп қалмасы болды. Хорошо. Бүрік тігу ма? Бүрік тігу шырай. Мінекей әдемілеп тұрып қалтамызды тігіп алдық. Енді мінекей әдемі болды. Енді қазір буда пісіреміз. Жақсы қазақтың тағамдары таусылмасын, осылай неше түрлі тағамдарды көрсетем. Қараңыздар бәріңізде. Қандай тамаша болды мінекей. Қалтамызды тігіп алдық. Мінекей әдемі қалта болып шықты. Енді осыны қазір буда пісіреміз мінекей. Ішіне бәрін салдық, маринадтадық, бәрін мінекей. Қандай тамаша болды. Енді осы құйқасы әдемі піседі. Міне бәрін болдық. Енді мантаварқаға салып, буда пісіреміз мінекей. Осылай саламыз. Бетін жауып, крышкасын. Мінекей суын құйдық. Енді қазір немізді қоямыз. Лавр жапырағын саламыз. Ішіне қара бұрыш саламыз, горошка, бұршақ. Бір қасықтай тұз саламыз. Қалтамызды қоямыз. Буда піседі. 2 сағаттай буда піседі. Қойдық, етіміз қайнайын деп жатыр. Міне 2,5 сағатта пісті. 2,5 сағат болды мінекей. Книжкамыз пісті. Үлпілдеп тұр, жұмсақ. Мінекей пісті. Енді дәмін көреміз. Нені? Шұрықты кесесің ғой, сол сияқты. О, ішінен ненің несі шығып отыр. Түшетті, да? Мінекей керемет болып пісті. Құйқасы жұмсақ, үлпілдеп тұр. Тамаша. Еті де пісті. Картофы да бәрі де әдемі пісті. Қазір дәмін көреміз. Мынау нелерді қара. Керемет отыр мұна. Құйқадан кеспеш ма? Құйқаны көрейін. Ал көрейік енді дәмін көрейік. Несін қарап? Жемена. Керемет соғы шығып атыр. Тамаша. Қалай керемет болған. Дәмді. Керемет. Құйқасын қараса ешқандай. Маймен тұр. Тамаша. Ой, керемет болып пісіпті. Көрдіңіз. Құйқасын майын қарам неке. Маймен тұр.
Күшті не қылмыш. Тамаша қазір құйқасын көрейін. Керемет әдемі пісіпті, жұп-жұмсақ. Ішінің еті де, картобы да бәрі де жұп-жұмсақ. Әдемі болыпты, өте дәмді. Мынау несі ішіндегі сорпасына дейін майы бәрі шығып жатыр. Ештеңе қосқан жоқпыз. Құйқасы жұп-жұмсақ. Бірнеше құйқа жеді мінекей мен, тамаша. Үлпілдеп тұр мен, картошкасы мінекей. Дамы деген. Маринаты керемет болған әдемі. Жұмсақ, керемет тура неғып жатыр. Мынау ішіндегі майын қара, құйқасының майы дегенің керемет мінекей. Аппақ боп піскен мінекей. Іші толған май мінекей. Қандай тамаша мінекей. Керемет жұп-жұмсақ. Орысша айтқанда вартутайын. Тамаша. Құйқа жемейтін адам да құйқа жеп кететін адам. Өте дәмді болып піскен. Тамаша, әдемі. Күшті болған. Мына ішіндегі горчица тарысы менен неғып жатыр әдемі. Маринаты керемет болыпты, тамаша. Ешқандай езілген жоқ, неғылған жоқ. Тамаша пісті. Мына картошкасы керемет неге. Осылай пісіріп көріңіздер, біздің каналға жазылыңыздар, туыстарыңызбен, таныстарыңызбен, подружкаларыңызбен, замандастарым қараңыздар, бөлісіңіздер, бөлісуге де болады, өздеріңіз қарап, жақындарыңызбен бөлісуге болады. Бөлісіңіздер, өте жақсы қазақтың тағамдарын көрсетіп жатырмыз. Көргендеріңізге көп рахмет.